бешбармақ сөзі жаңағы орыс тіліндегі жазбаларда, ол колониалдық периодтағы жазбалар, сосын кеңестік кезеңдегі жазбалар, олар көбінесе этнографиялық жазбаларда қалдырылған, белгілі бір адам қазақ қоғамын көреді, немесе соған байланысты жазбалар түртіп жазған кезде ол бешбармақ деп қолданған. Бұл колониялық периодқа дейінгі жазбалардың барлығында и арқылы жазады. Б, и, ш, бармақ. Содан кейін советтік империяның орнына совет үкіметі келеді. Сөйтіп советтік кезеңде, жаңағы советтік кезеңдегі ғалымдардың барлығы сол бұрынғы жинақталған білімдер негізінде біледі ғой, өйткені оғанға дейін қазақтарға тығыз байланыс болмаған. Сондықтан олардың өзінің белгілі бір қалыптасқан түсініктерінің негізінде қазақтың ұлттық тамағын барлығы бешбармақ деп аталады деп түсініп келеді дағы. сөйтіп басында бешбармақты бешбармақ деп айтады. Онан кейін оны қазақтарда биш деген сөз жоқ екенін біледі дағы, өйткені ол пятипалы блюдо деп айтып келді ғой. 5 сөздік 5 екенін біледі да, с екені с деп олар барлығын с-ға ауыстырады. Ал бұл жерге келетін болсақ, мысалы Қазақстанда академиялық ғылымның дамығанына, ол ғылым академиясының қалыптасқаннан басталады. Ол жерде ең бастысы этнографиялық жазбаларға, зерттеулерге, қазақтың мәдениетінің дәстүріне байланысты контентті шығаратын, яғни ғылыми жұмыстарды шығаратын, ол этнография бөлімі болды. Этнография бөлімі 46 жылы пайда болды, 45-46 жылдар негіз қаланды. Сөйтіп олар сол кезден бастап ел ішіндегі бүткіл экспедицияларға шығып бастайды жаппай. Ең бірінші барған экспедициялардың жазбаларында олар бешбармақ деп жазады бір-екі жерде. Бірақ уақыт өте келе, бір-екі жылдың ішінде түсінеді дағы қазақтарда ол мүлдем ондай сөз қолданбайтын, содан кейін ол ет екенін түсінеді да қазақ тілінде. Онан кейін олар бешбармақты, қазір енді бешбармақты олар бесбармаққа аударады, өйткені ол 5 жоқ екенін біледі дағы. Оны қазақ тілділерінің ішінде оны ет деп айтады, орыс тілінде ол бесбармақ деп, сөйтіп оның екінші аты ретінде қолданып жүреді. Көп адамға ол өте қарапайым рецепт болуы мүмкін. Мысалы, ет алады, кез келген етті, соны 2 сағаттан артық ақырын отта қайнатады, содан кейін оған нан жайма жасайды да, сосын соған салады, болды. Онан кейін көптеген ол өзгелердің сол қазақтың ұлттық тамағын қараудағы ерекшеліктері. Ал шын мәнінде сол тұрғыдан, мысалы, целина кезінде Хрущев айтты, мен жаңа тағам бешбармақты жаңаша дайындауды ойлап таптым. Ол шошқаның етінен жасалатын бешбармақ, яғни ол кісінің түсінігінше ол ет пен жайма, басқа ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал басқалар, мысалы, қазақтар, уральский казаки деген, олар сондай нарратив бар, көп айтады. Біз, мысалы, бешбармақты балықпен жасаймыз. Олардың түсінігінше ол ет пен жайманың қосындысы, басқа ешқандай жоқ. Бірақ та қазақтар үшін ет, яғни ол өздерінің дәстүрлі тамағы десе, ол жерде мәселе ол қайнатылған етте емес, мәселе сен қандай мүшелейсің, қалай мүшелейсің. Яғни еттерін белгілі бір жіліктеп алып, белгілі бір табақ жасаған кезде, сен ол табақты малды сойғаннан бастап кімге баратынын білесің, өйткені әрбір табақ сенің біреуге деген қарым-қатынасыңды білдіреді. Сен ол қарым-қатынасыңды білдіру арқылы оның қарым-қатынасы сенің соның қарым-қатынасын қабылдауыңды көрсетеді. Сөйтіп екі ортада ерекше байланыс орнайды. Ол өте біздің қазақтардың мәдениеті өте маңызды нәрсе болады. Яғни мен сізге қонақ келдім, сізге қонақтың табағын берсем, сіз риза боласыз, өйткені сіз қонақтардың ішіндегі ең құрметті қонақ сіз боласыз, Немесе мен мысалы күйеуім әке-шешем үйіне барсам, оған өзінің табағын дайындау керек. Немесе сондай жіліктер сөйлейтін сондай мәні болғанда, ол жерге сіз жайма салмасаңыз да болады, күріш салсаңыз да болады. Ең бастысы сізге жіліктердегі жаңағы белгілі мүшелерді сізге бұйыруында. Менің түсінігім бойынша ол өзіндік бір исламды, мұсылмандықты түсіну жолы болған. Яғни олар өздерінің өмір сүру салтына байланысты, түсініктеріне байланысты негізгі концептерді алып, сонымен қатар ерекшеліктерде болған. Мысалы, қазірдің өзінде мен бір жұмыс қарадым өткен жолы. Ол Мәскеудегі тәжіктердің ислам діні және мұсылман діні және ол діннің тағамдағы көрінісі, Яғни ол, мысалы, кез келген дін ол немес қой, бірегей емес қой, және әр ұлтқа байланысты, ұлттың тәжірибесіне байланысты олар белгілі бір ерекшеліктері болады. Мысалы, соның ішінде мен ойламаймын, ол
мысалы жылқының етінің өзі де ол халал да емес, халал да емес, ол ортасындағы нәрсе. Мысалы әсіресе татарлар жылқының етін жеп бастаған кезде олар көп сұрақ қойған. Өйткені ана Орынбордағы салпырылыста қазы өте дәмді, ол өзара араласқандықтың белгілігі, көбісі бас тартпаған. Сонымен қатар олар сол ана ортасындағы бейқұрамдық нәрсені түсіндіргенде, сондықтан харам болмаған деген аса мән бермей айналымға кіріп кеткен. Бірақ та қаннан жасалған тағам ол қазіргі түсінік бойынша ол болмайды, ол харам болып есептеледі. Сойылған малдың қанынан жасалған тағамдардың сол кездің өзінде айналымда болғанын көрсетеді. Яғни ол отарлық кезең, кеңестік кезеңде қазақтардың тұрмысында мұсылмандықты түсінудегі өзіндік бір ерекшеліктер болғанын көрсетеді. Енді қазірдің өзінде мен ойламаймын, мысалы мен балалық шағымда да біз малды жаңа сойған қанға күріш салып, соны буға пісіреді, немесе ақырындатып қайнатып, оны кейбір аймақтарда әлі де жасайды. Оны да жейтін адамдар бар деп ойлаймын, қазір өйткені біз бәріміз халяльный емеспіз ғой. Бәріміздің ұстанымыз ол халяльный позициядан тұрғысынан тағам тағамдалмайды, ол әдетке байланысты.